Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге миксерсіз осындай керемет тіл үйретін, жұп-жұмсақ үлпілдеген торт жасайтын боламыз. Видеода менімен бірге болыңыздар. Бізде ұнымыз мінекей 385-390 грамдай ұнымыз бар. 53-тен өткізіп елеп алдық. Енді бізде құрғақ заттарды осылай бөлек араластырып алайық. Енді бізде осындай бір стакан толтырып, енді қанша болады екен жобалап? 250 ме, 300 грамдай болатын шығар қантымыз. Енді өздеріңізге байланысты қант қанша салғыларыңыз келеді. Какао, менде Рахаттың какаосы әдемі дегеннен кейін Рахаттың какаосын пайдаланамын үйде мен. Енді оған 3 қасық какао саламыз. Какаосы 3 қасық. Енді бір қасықтың ұшымен жай ғана кіттай тұз салайық. Для баланса деп айтады ғой енді. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Енді мен сіздерге ылғи айтамын, сүтке біз егерде ас соусын салсақ, ол дәм шығып кетеді, айрандай емес. Айран, кефирге гасить етпей сала беруге болады. Сүтке міндетті түрде біз немізді, ас содымызды гасить ету керекпіз. Ал енді бізде келесі кезекте жұмыртқамыз. Жұмыртқа жуылған. Жұмыртқамыз. Кішкене араластырып жүрек аз-маз. 3 жұмыртқа айттым ба? Енді бізде келесі кезекте сүт. Сүтіміз жаңағы стаканмен мінекей 2 стакан сүт осындай. Мен өлшеп неткен жоғым, көз жауамен барлығын стаканмен жасап жатырмын. Сүтімізді құямыз. Сүт енді тап-тастай емес, менікі енді бөлме температурасындағы. Тағы да бір жақсылап араластырып жүрейік. Бізде енді сармай. Сармай қанша грамм еді? 180 граммдай сармай микроволновкаға ертіп алдым жаңа. Егерде сармай болмаса, сұйық майда құя беруге болады. Тіптен сұйық май құймам десеңіздер, дүкеннің жақсы сармайында салуға болады. Бесмилля деп майымызды салайық. Тортасымен бірге бәрі кетті, кете берсін. Енді бізде келесі кезекте жақсылап араластырып жүрейін. Келесі кезекте бізде ас содысы. Ас содысын бір қасық толтыра, не болмаса шағын 2 қасық саламыз. Мен толтырып 1 қасық салайын деп тұр, міне. Толған 1 қасық салдым, жетіп қалады шығар. Енді осыны менде 9%-лық уксус бар. 70%-лықтан да болса да бола береді. Көп құймайсыздар ғой. 9%-лық енді оған кішкене 1 қасықтай құям, өйткені бұның несі өте емес, көп емес әсері. 1 шай қасық уксус құйдым. Енді осыны араластырып алайық. Бұл дәмі шықпайды, уайымдамаңыздар, гасить еткеннен кейін уксустың дәмі шықпайды. Ауылда болғанда разрыхлитель деген екенін білмей, осы бірыңғай осылай ас содысымен жасайтын едік. Қазір қалаға келгесін разрыхлитель пайдаланатын болды. Енді осыны жаңағы жұмыртқаларымыздың үстіне саламыз. Жақсылап тағы да бір араластырып алайық. Енді осыны жаңағы какао мен ұнымыздың үстіне бесмилля деп құямыз. Егерде осы биік боп піссінші ойбай десеңіздер, 2 қасық ас содысын салуға болады. 2 қасық салсаңыздар, 1,5 қасық уксус құйыңыздар. 9%-лық болмаса 70%-лықтан да болады. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Осы немен араластыра берейінші мен. Қараңыздаршы, қандай керемет. Осы пирог жасамайын деп ойлап едім енді. Мен ұнды затты қатты жей қоймаймын, бірақ жаңағы дегустатор баламыз мектепте оқығанда мектептен нетеді. Осындай жеп келеді. Бір тілімі неше теңге? 350 теңге деді ме? 350 теңге дейді осы пирогтың бір тілімі. Сосын айтып жатырмын, соны мен де жасап берем саған алмаш деп. Сол бүгін жасап жатырмын, сіздермен бірге бөлісейін деп. Жақсылап тұрып бір келті болғанша араластырып аламыз. Енді формамызға жаңағы массамызды құямыз. Менде осындай форма. Бесмилля. Жақсы болып пісіп шықсын, ұят болмай. Фото бірден болмай ма?
Бірақ енді расында да жеңіл екен, бірақ өзі қымбат торт екен. Бір тілімі 350 болса, үші тілімі кішкентай ғана. Қызым күнде әкеледі, енді өзім пісіріп беріп отырмасам. Үйден алмай, олар буфеттен алып жеген жақсы көреді ғой, балалар қазір ақша жұмсаған жақсы көреді. Мінекей енді біздің қызып тұрған табамызға 180 духовкамызға 180 градуста 30-35 минут, бірақ енді әркім духовкасы әртүрлі ғой. Бақылаңыздар, ал енді пісіп болғаннан кейін кездесеміз. Біз мінекей суымызды қойып қойдық. Енді бізден де бельгийский натуральный шоколад бар, содан 5 қасық шоколад алып салам жасалдыққа. Енді сіздер мұндай шоколад болмаса, әдемі қымбат шоколад алуға болады, себебі 3, 4, 5. Енді себебі шоколады дәмді болса, бір плитка шоколад қойесің. Себебі бір плитка шоколадтың көлемінде енді жобалап бұл. Астына бетіп шөрек төсеймен біз білеміз. Бұсын бетіп шоколадымызды қойып, оттың астын қосамыз да, осыған ертіп аламыз. Болмаса, бір плиточный шоколад алуға болады, әдемі қымбат шоколад. Осылай. Ішіне су тамып кетпеу керек негізі. Іріп кетеде ой етпесе. Осылай ертіп аласың. Микроволновкада ертуге де болады негізі. Оған күйіп кетуі де мүмкін, микроволновкада білмейтін болсаңыздар, ол керек емес, либо дүкеннен бір плиточный шоколад алсаңыздар, сол да жетіп жатыр. Шоколадымыз еріді, енді бір үлкен қасықпен, ас қасықпен 1, 2, 3 или 2,5 қасық сүт құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша өйстіп араластырып аламыз. Енді мінекей пирогымыз кішкене ғана салқындады. Енді осының бетіне жаңағы шоколадымызды бесінелеп құямыз. Асық жағдыр сөйлесті қалдым. Шоколад натуральный. Иісі де прям күшті болып тұр, дәмі де әдемі болады. Енді осыны барлығын бетіне осылай үзетіп жағып шығамыз. Айнасы келгенше мен шыдамай жатырмын, шетінен бесіне деп кесіп көрейін деп тұрмын. Бұл ыдысы обал болды, кішкентай ыдысқа пісіріп обал болып қалды. Ну енді керемет. Қараңыздаршы. Күшті. Қонаққа да қойса да болады. Керемет. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздермен бірге маманың жасаған осындай шоколадный пирогын дәмді тататын боламыз. Осы күтіп отыр. Мектепте осындай қандай жейсің, айтшы, қаншаға сатып аласың? Бұдан да кішкентай тілім. Нормально. Нормально, мен немереме де кесіп берейінші, күтіп отыр осы. Кәз жаным, саған да кесіп береді әже, иә? Жіберем. Не балапаным? Қазір. Керемет пе? Дәпсінде. Шын ба? Клубникасын жегім келіп отқанша. Кішкентайыма да салып берем. Столовыйда клубника жоқ шығар деп. Енді ол бетіне не обязательно клубника. Мен енді үйде болғасын сала салдым. Бетіне болады. Бір жемен ұнтақтарды себуге, мысалы, иә, шоколад. Шоколад ба? Жазуға болады. Бельгийский. Қалай? Сөйлей алмай атырапым. Влажный машинада да? Сөйлей алмай. Мына жақта да. Влажный екен. Аха. Аштасын жан. Керемет пе? Қонақтарға қойсан ұялмай беруге болады. Конечно. Не айтасың ал? Маған ұнайды осындай шоколадный пирогтар. Ылғи сатып алып. Прям ылғи сатамын, күнде сатамын реально. Маған қатты ұнады, обязательно жасап көріңіздер. Түрі прям күшті салып қараңыздаршы, дәмі сияқты. Түрі қандай сұлы. Су болып тұр. Сочный. Бізде ыдыс кішкентай болып қалды ау деймін, иә? Маған ұнады, сіздерге өткен ойдамын. Обязательно жасап көріңіздер. Мамаға лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Сау болыңыздар.